Хаят, қарашы. Вообще, неге мені таңдамайды деп жатсың ғой жаңа, неге мен артық болып қалып жатырмын деген өмірімде деп айтып жатырсың ғой. Қарашы, менің миым, в данном случае сенің миың, өзі бала кезде кешкен сценарий бар ғой, таңдамады ғой сені, бала кезде таңдамады ғой. И ол өмір бойы сол сценарийді ойнап өтеді. Мидың матрицасы. Сен мидың матрицасында өмір сүріп отырсың. То есть ми сенің қазіргі өміріңде болып жатқан бүкіл ситуациялардың болуына ықпал етіп жатыр. Прям немес сенің запросың бойынша келіп тұр десем, мына жақта Құдай қайда қалды, тағдыр қайда қалды деп адамдар сұрайды да, мысалы сен сұрауың мүмкін да, ол қайда деп. Алла тағала бізге таңдау берген ғой. Бірақ сен өзің соны таңдап тұрғаныңды түсінбей жатырсың ғой. Менде ондай нәрсе уақыт өте келе мен түсіндім да, то что Аллах тағала мен үшін өте хайырлысын берген, потому что менің әкем өзі наркоман болған, и менің екінші әкем өте жақсы адамшы негізі. И мен уақыт өте келе түсіндім, оказывается, Құдай маған дұрыс берген, просто мен шүкірсіз болғам депші. И қазір де солай ойлаймын да, мен андай Құдай маған дұрысын беріп жатыр, просто мен шүкірсізбін деп ойлаймын да, бірақ андай нәрсе бар. Мен өте көп ожидаю адамнан. Сен қазір шүкірсіз. Тоқта, Хаят. Өзіңді кінәлаудың алдында, қазір тоқташ, сен мені естіп жатсың ба? Сенің миың бала кезде қандай сценарий болды, соны қайталап жатыр, болды деп жатырмын. Осымен көп нәрсе түсінілу керек негізі мидың астында. Бірақ сен миың басқа нәрсеге кетіп жатыр. Қазір мен шүкір, сен шүкіршілік не екен білесің ба вообще? Ол қандай состояние ол? Елдің бәрі айтып жатыр. Ой, бай, шүкірсіз, ой, благодарность, жаз, үйт, сөйт, қандай состояние ол? Сен оны білмесең, ол состояниеға қалай барасың? Білмейсің сен, ол жақта туманно, понимаешь? То есть өмір бойы страданияға миы программирован болған адам, денесі программировать етіліп кеткен адам, да, енді келіп ап мен шүкірсізбін деп өзін айыптау вообще ешқандай қисынға келмейді. Сен просто ол жерде білмейсің. Егер мен білмесем ол состояниең қандай екен, мен оны 1000 рет ойласам да, оны денемнен өткізіп, миымнан өткізбесем, мен ол состояниең қандай. Білмейсің сен. Сені неге таңдайтын, сен таңдайтын әйел болғаныңды оны да білмейсің. Қандай ол таңдалған әйел? Білмейсің сен ол состояниені, понимаешь? Мен сондай болғам, түсініп жатсың ба? Мені тастап кетеді деген программада өмір сүргем. И барлық келген адамдар мені тастап кете береді. Түсінтірсің да? Оказывается, мен программам тұр екен мына жақта, просто сол программаны өзгерту керек екен, да? Программаны өзгерткісі келмейді адамдар. Өзгерткісі келмейді, түсінтірсің да? Сен қазір саған айтам, мына программаңды өзгерсек, өмірің шынымен өзгереді десем, сен миың сенбейді. Сенбейді ол. Қалай ол сонда? Қалай өзгереді? Невозможно. Миың айтады, миың. Өйткені сен миың не дейді? Давай страдать, дейді. Қазір мына брак бітіп, келесі бракқа баратын болсаң да, тура ана екеуім үш еркек болып тұр ғой, әкең жаңағы, тура сол үшеуінде қандай болды, тура төртіншісінде тура осындай болады. Неге? Өйткені программа өзгермеді. Хаят, мен түсініп жатсың ба сен? Мен тыңдашы қазір. Түсініп көрші. Потому что сен қазір осыны түсінсең, өмірің өзгереді. Түсінсең ғана өмірің өзгереді. Пока адамдар осыны түсінбейінше, олардың өмірлері өзгермейді. Түсініп тұрсың ба? Мен